Біз 80 жылдардың ортасына таман қазақ мемлекеттік университет, ол кезде мемлекеттік университет деп аталатын, қазір енді Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте сол білім алдық. Енді ол кезде технология мен инновация мен қазіргі заманды салыстыруға болмайды. Ол кезде газет шығаратынбыз, газет жаңа қорғасынға құйылатын. Қазір енді компьютерді пайдаланады. Мына бүгін көріп отырмыз, жаңағы жай компьютер емес, супер компьютерді қолданып жатыр екен. Бұл енді Қазақстан бойынша, бүкіл орталық Азия бойынша бұл үлкен бір жетістік деп есептеймін. Оның үстіне біз кезінде жаңағы журналистика факультетінде қарабайыр жаңағыдай компьютерде ғана емес, машинкамен не қылсақ, қазір міне жасанды интеллектпен газет шығарып жатыр. Енді бұл осының өзі-ақ жаңағыдай айырмашылықтың жер мен көктей екендігін білдіреді. Қара шаңырағымыз осылай жетістіктен жете берсін.